Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін гюру лагман пісірудің рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Өте керемет дәмді тағам және жылдам дайын болады. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Бұл тағамды дайындау үшін мен керекті заттардың бәрін алдын ала турап дайындап алдым. Мендегі сиырдың еті. Сиырдың етіне бір ас қасық шамамен соя қосам да, үстіне жаңағы қызыл бұрыш, паприка, чеснок салып, етімді маринадтап 1 сағатқа қойып қоямын. Сосын қызып тұрған табадағы майға қуыратын боламын. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписация батырмасын басып, арнама тіркеліп алыңыз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. Енді бұл еттің үстіне көкөністерімді салатын боламын. Ең алдымен сәбізді саламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз міндетті түрде. Сәбіздесің пияз салып араластырып кішкене қуырып аламын. Келесі кезекте тәтті бұрыш, менде қызыл түсті, көк түсті бұрыш және көк пияз. Кішкене соя қойып жіберем үстіне. Жақсылап араластырып, бетін жауып 1-2 минут бұқтырып аламын. Сосын оның үстіне қызанақты қосып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш сеуіп, тағы бір 5 минутқа бұқтырып қоямын. Енді мендегі лагман, мен дайын лагман магазиннен сатып алдым. Осы лагманды алып, енді пышақпен бөлемін. Жағы жеген кезде ыңғайлы болу үшін, ұзын-ұзын болып кетпей тұру үшін пышақпен бөліп дайындап аламын да, енді осыны піскен еттің үстіне лагманды салып, араластырып, 1-2 минут бетін жауып қойып қоямын. Осылай менімен бірге жасап көріңіз, өте дәмді болып шығатын тағам. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыз, арнамнан алыстамаңыз. Менімен бірге осылай жасап көріңіз, өте дәмді тағам.